Assalamu alaikum арыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер жұмадан жарқындай болы. Ағайын, бүгін өздеріңізбен бір масқара хабарды бөліскім келіп отыр. Енді бұл медицинаға қатысты болмаса да, менің салам болмаса да, мен бір қазақ азаматы ретінде, Қазақстан азаматы ретінде, денемде, тамырымда қазақтың қаны ағып жатқасын. Бұл сандырақ масқара қазақтың ар намысына тиетін, қазақтың болмысына деген құрметсіздік шектен шыққан деп қараймын мен бұл мақаланы. Сол себепті де мен бұл хабарды өздеріңізбен бөліскім келіп отыр. 8 сәуір күні Қытайдың алдыңғы 5-ке кіретін сайты Соуху деген сайт, ол әлемде алдыңғы 7-ке кіреді. Alexa ranking бойынша 1 миллиард 900 миллион құны бар бұл сайттың, сондай беделді қысқасы. Сондай сайт, бұл анау-мынау кішігірім сандырағы біреудің жеке бір жобасы емес. Жалпысы Қытайда бұны көрмейтін адам, оқымайтын көз болмайды деген сөз. Солардың тарихқа қатысты бір бөлімінде яғни Қазақстан не үшін Қытайға қайта оралғысы келеді деген тақырыпта мақала жариялаған. Соны аударып өздеріңізге жеткізуді көріп отырмын. Орта Азиядағы ішкі құрлықтық мемлекеттердің ішінде Қазақстан әрине ең үлкен дейді. Солай басталған. Ол Қытайдың Шыңжаң, бұрынғы Шығыс Түркістан өлкесімен шекаралас. Ол жерде Шыңжаң деп айтылған. Қасында Өзбекстан, Түркменстан, Иран сынды мемлекеттермен деңіз арқылы бөлініп тұрады дейді. Иранмен деңіз арқылы бөлініп тұрады дейді. Бұл ең үлкен ішкі құрлықтық мемлекет болып тұрған осы Қазақстанның жері 2 миллион 720 мың квадрат километр. Еуропа мен Азияны кесіп өтіп жатыр дейді. Қазақстан мәдениетінде көп түрлі мәдениеттер біріккен, тоғысқан, мысалға түрік мәдениеті, ислам мәдениеті сияқты дейді. Енді бұл Қазақстан сол өткенгі түрік империясы дейді. Ал енді содан кейін ақ сөзін дереу бұрып, Қазақстан тарихта Қытайдың бір бөлігі болған деп басталған сандырағы. Қазақстан Қытай өзіне көп шабуыл жасады деп ойласа да, бірақ осы мәселеге байланысты олар бұған көп бір қарсылығы жоқ, немесе бұны көп бұл туралы ойланбайды деген сияқты келеді. Маньчжурия, яғни Чин патшалығына кезіне келгенде Қазақстан сол Чин патшалығына бойұсынған мемлекет болды. Кейін бұл Қазақ хандығы бөлініп, екеуі Чин патшалығына қарады, Маньчжурияға. Былайша айтқанда Қазақстан ежелден бері Қытайдың айырылмас бөлігі деген сияқты ары қарай сондай мағынада келеді. Жанамай аударсақ. Сосын ары қарай жалғастырғанда Қазақстанды қалай бір қадам қалай бағындырған, әрі қалай айырылған, сонымен келеді дағы Алтын Орда хандығына келеді. Алтын Орда хандығы туралы айтады, сол Өзбек хан болды, оның терісі үлкен еді, содан бөлініп шықты, екі халық біреусі бөлініп, қазір қазақтарды ұрады дейді. Сонымен 16 ғасырға келгенде бір үлкен мемлекет үш кішкене мемлекетке айналды, яғни 300. 17 ғасырға келгенде Орта Азияда бір пәрменді билік дүниеге келді. Көшпенділер құрды оны, ол Жоңғар хандығы деп аталды дейді. Кейін келе бір ұлы жүз бен кіші жүз Русияға тәуелді болды, орта жүз Жоңғар хандығына тәуелді болды дейді. 1757 жылы Жоңғар хандығын Маньчжурия империясы құртты дейді. Сосын ұлы жүз бен орта жүз, әрине кіші жүзде бар, барлығы да Чин патшалығы жаңағы Маньчжурияға тәуелді болды дейді. Осылайша жоңғарлар ұзақ мерзімді Чин патшалығымен соғыста өте көп ысырапшылдыққа тап болып, яғни күш-қуат әлсіреп, одан кейін оба болды. Сонымен олар Балқаш көлінің айналасынан ғайып болды. Қазақтар сосын бірте-бірте Чин патшалығының картасына кірді дейді. Енді біз осыған қарайық деп ары қарай жалғастырады автор. Осы тарихқа Қазақстанның ғалымдары немесе зерттелмендері осы тарихты қалай еске алады деп. 16 ғасырдың басында
көшпенді ұлт болған түрік ұлты сол жерде өзінің қонысына қонды, бір мемлекет болды. Әрі осы мемлекет тарихта неше рет Қытай жағынан құртып жібере жазалған дейді. Бақытқа жарай дейді. Бұны Қазақстанның көзқарасы, Қазақстанның мамандар осылай айтып жатыр деп осында жазған Қытай. Қытай ішкі өзінің аласапырандығына байланысты әскерлерін шегендемеске амалы қалмай, ішкі жаңағындай талас-тартысты, соғысты тыныштандыру керек болды. Одан кейін географиялық орналас болғандықтан Қазақстан Қытайға жұтылмай қалды дейді. Тарихқа қарайтын болсақ дейді, Қытай айтады. Қытай ЕТХ-ге неше рет кірген, бір рет, екі рет емес, таң патшалығында Қытайдың сол кезде шырқау шыңына жеткен кезі деп айтады. Күш қуатының. Түркілер екіге бөлінді, әрқайсысы құртылды. Шығыс түркіні таң патшалығы жұта салды. Әрі таң патшалығының күш қуаты 7 өзен өңіріне дейін барды дейді. 7 суға дейін деп жатыр. Бұл 7 су сол түркілердің тараған жері дейді. Кейін келе таң патшалығының ішінде ішкі қалаймақандық болды. Ол өзінің сол империялық етіп атқан жерлерін қарайтындай күй болмай қалды дағы. Бұл 7 су өңірінен шегініп шыққаннан кейін бұл басқыншылық көпке бармады. 19 ғасырға келгенде Қытай армиясы, әскері тағы да Тянь-Шань Тәңіртауына келді. Қазақтар да осы кезде жұтылып кете жаздады дейді. Қалмақтардың келуі Моңғолдардың келуі Қытай армиясын жеңді. Әрі Қытай армиясы тағы бір рет артқа шегінуге мәжбүр болды дейді. Ендеше Қазақстан қалай бір қадамнан Қытайдың картасынан шығарылды дейді. Шығарылып дербес болды деп жатыр. Қытай ары қарай жазған. 19 ғасырдағы Апин соғысынан кейін Манчжурия империясының барлық күш қуаты сорылды. Яғни Апин Манчжурияны құртты. Әрі өзін өзі жауып алғаннан кейін Россия, Шара ұрыс орайдан пайдаланып Манчжурияның көп жерін басып қалды. Сол кезде Қазақстан да сол Шара ұрыстың жерінде кетті дейді. Әр реткі теңсіздік келісімнің, жер бөліп беру келісімнің нәтижесінде Қытайдың айырылған тек қана бір Қазақстан емес дейді. Қазақстандықтар былай ойлайды дейді. Қазақстандықтар былай ойлайды деп жазған мына Қытайымда. Хасакы стәнділін жоңой деп. Олардың, яғни біз мына қазақстандықтардың қанында бір бөлім Қытайлардың қанында бар мыс. Осында солай жазған. Сөзбесі аударып отырмыз. Дегенмен де қазақстандықтардың хан-тепе еуропалықтармен жақын келсе де, бірақ олар айтады, біздің бір бөлігіміз Қытайдан соғыс болған кезде осылай көшіп келгенбіз, ауып келгенбіз деп. Шыңғысхан кезінде бір бөлім Қытайларды қуып осы Қазақстанның шекарасына кіріп жіберген дейді. Соның нәтижесінде бұл жақта ұлттардың сіңісу болған дейді. Яғни сондықтан біздің қанымыз осы қазаққа өткен демекші. Әрине бұл қазақстандықтардың бір болжамы дейді. Бұны айтып отқан Қытай емес екен. Қытайдың жазғаны, бұны қазақстандықтарды осылай болжайды деп осылай жазған бұл мақалада. Дұрыс түсініңіздер. Қытайдың сол көп билеушілерінде түркі, Сидан, Даншан деген ұлттар осы орта жазық жерінде көп әрекет қылды. Әрине ғұндер де бар, бірақ ғұндер ең соңында жоқ болды дейді. Кейбіреу Оңтүстік Азияға кетті, Шығыс Азияға кетті, кейбіреу Еуропаға кетті дейді. Қазақстан Қытайдың Оңтүстік Азиядағы әсерінің, ықпалының күшті екенін, әлде айда мықты екенін мойындайды дейді. Қазіргі таңда дейді,
Қытай билігінің, яғни Қытайдың Қазақстанға көмегі өте зор. Қазақстанға салған қаржысы 43 миллион дейді. Яғни неше жүз 43 дегеніміз мында 23 миллиард доллардан асады дейді. Әсіресе жаңағы темір қорыту өнеркәсіп саласында үлкен сондай қаржылық салаларда дейді. Қазақстанға деген көмегі мол, Қазақстанға көп ақша салған дейді, короче. Қазақстан сол Қазақстандағы Қытайдан келген, яғни төркіні Қытайдан болғандардың санын тізімге алған дейді. Олардың саны 400 мыңға жоқ болған дейді. Әрі бұл осы Хуаи дейді бұны Қытайлар, яғни Қытайдың ұрпағы деген сөз Хуаи төте аударатын болсақ. Қазақстанның әр қайсы салаларында жақсы қызмет атқарып жатыр дейді. Хойе дейді. Бұдан сырт Қазақстанда бір кішкене қалашық бар дейді. Бұл қалашықтың ауыл тұрғындары өздерін Либай, Қытайдың бір Либай деген, Либай Дуфу Байжуй деген елде айтылатын бір ақындары болған. Сол біреусі бұны Лебай деп айтылады. Бұл қазіргі мына Шу өңірінде Қырғызстанда туылған деп айтылады. Нақтысын Алла біледі. Сол жаңа қыстақтағылар осы Қазақстандағы бір кішкене қыстақтың жаңағы тұрғындар өзін сол Либайдың тұқымымыз деп айтады дейді. Әрі тағы бір бөлімі өзін Қытайдың тұқымымыз деп айтады дейді. Соғыстан қашып осы жерге келгенбіз. Әрі осы жерде халықпен сіңісіп кеттік дейді. Бірақ олардың ойы Қытайға қайту дейді. Ең соңында бұл мақала интернеттен келген, егерде кімде кімнің құқығына қол сұққан болса бізге айтсын дейді. Әрі біз бұл айтылған осы мақаладағы пікірге орташа пікір ұстанамыз деп жазып қойған. Тек бұны пайдалануға береміз, әрі пікір алмастырамыз деген. Ендеше менің айтайын дегенім, пікір алмастыру керек болса, өзінің айтқандай осы автордың. Бұны енді ана-мына сайт емес, алдында айтқанымыздай бұны Қытайдағы алдыңғы танымал 5 сайттың біреусі бұл. Қытайда бұны Қытай халқының 70% көреді деген сөз. Яғни бұл Қытай оятып жатыр өз халқын. Қазақстан біздің жеріміз. Ол айтылғалы көп болды. Бүгін кеш айтылып жатқан жоқ бұл. Бәленбай жыл болды. Енді мынау өте шектен шығып бара жатыр жалпысы. Енді осыған байланысты біз енді тарихты бір өзімізше талдап көретін болсақ, мұнда бұған нақтылы тұжырымды пікір айта аламыз деп ойлаймыз. Удумен қайтару немесе 2000 жылдардың орта шеңдерінде немесе сол тұстарда болу керек. Қытайда Корей түбегі Қытай жері дейтін айтылымдар көбейіп кеткен. Сол Қытай сайттарында да осындай жазбалар, мақалалар қаптап оны көрген. Қытайлар жерді қайтарып алу дейтін провокациялық сандырақтарға өткен болатын. Бұлда мынауда сол бір провокациялық сандырақтарға деген жол ашу болып табылады. Есесіне, ал енді осы сандырақтарға байланысты көрейлер не істеген? Соған тоқтала кетейік. Көрейлер үнсіз қалған жоқ. Біздің білуімізше дәл осы күнге дейін осы хабар міне осы сайтта жариялау күн болды. Бізде бір медиа немесе бір басылым, бір сайт бұған қарсы бір ауыз пікір айтқан айтылмады қазірге дейін. Есесіне көрейлер ежелгі Кугуре елі туралы еске алып, Кугуре елінің ертедегі тарихын насихаттап жатты. Сондай бір шараға сол кездегі оңтүстік Корей президенті де қатысты. Сол шарада Кугуре елінің картасы да жарияланды. Онда Кугуре елінің картасында Корей түбегімен қоса жаулап алынған Қытай теңіз жағалау өңірлері толық көрсетілген. Осы арқылы олар Қытайларға айбат шегіп ескерту жасағандай болды, мысалға. Ал бірер күн бұрын сол Қытайдың ең үлкен сайтының жаңағы айтып отқан сайтымызда сол
качан кошуп алабыз деп жанагы аудармасында айтканыбыздай жарыяланды. Арам ойлар белгili, казак коомунун тамырын басып көрүү үчүн өз ичинде осундай пикир калыпташтыра берүү. Ал биз качанкы энди адетимизге басып ит үрөйт, көргөн көчөт деп карап отура беребиз. Албасты кабакка карай басат деген бар. Эжелги бабаларыбыз гун менен түркүлөрдүн Кытайды бодандыкта уштап салык төлөткени, алтын Алтайдын казак гана эмес, күллү түркүлөрдүн алтын бесиги экенин неге жазбайбыз осундайда? Кытай гаалымы Шинжаң университети деген университет бар, ошо Шинжаң өлкөсүндө, Чыгыс Түркістанда бурунку. Субихи деген Улуттук Кытай тарыхчыл гаалым болгон. Бул енді Улуттук Кытай болсо да бул адил эле негизинде. Чындыкты айткан гаалым болгон бул. Шүлен табы, Чиляншан дейт кытайлар, ошо Шүлен табынан башталып батышка карай казактардын байыргы мекени дейтин кытайлардын эсине кайта бир салуу керек болуп турган жок ба? Әрине сол кажет болуп тур, абадай кажет болуп тур. Бул албасты кабакка карай басат деп. Енді біз бұған үндемесек, онда үнсіз қосылған боламыз олардың пікіріне. Ендеше олар біз бұға берсек, олар суға бермекші. Сондықтан бұған жауап беретін Қазақстан Сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан билігіне, сонымен қатар ары қарай қатысты органдар осыған мемлекеттік ресми түрде жауап берсе екен, біздің өтінішіміз. Ағайын, бізді қолдаңыздар. Осы өтінішіміз бізді қазақ болып қалу, бір тәуелсіз ел екенімізді көрсететін осындай бір сындарлы сәтте біз жұдырықтай жұмылып өзіміздің бірлігімізді көрсетейік ағайын. Осыны ең максималды түрде таратыңыздар. Жеткен жеріне жетсін, еститін құлақ естісін. Бізде әрекет, берекет Алладан. Ағайын, ауырмаңыз, келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.